Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге үй жағдайында сливки дайындап көрсететін боламын. Сливкиді біз 82% сармамен жасаймыз. Ең алдымен сүтімізге сармайды салып, мен 180 грамм сүт және 180 грамм сармай қостым. Сүтіміз бен сармаймыздың грамдары бірдей болу қажет. Оны газге қойып, сүтімізді қайнатпаймыз, сармаймыз еріп кеткенше отта ұстап, сосын оны бөлек ыдысқа құйып аламыз. Біздің сармаймыз еріп, сүтіміз жылы болды. Енді оны мен блендердің ыдысына құйып аламын. Енді оны жақсылап блендермен араластырып тұрамыз. Сармайымыз бен сүтіміз бір-біріне араласып кетуі қажет, бір-біріне сіңіп кетуі қажет. Міне біздің сливкиміз араластырып болғанда осындай көбіктер шыға бастайды. Міне қарап тұрсаңыздар, бетігінде көбік, астында сарғыштау болып тұр. Өйткені біздің сливкиміз дайын деген сөз. Сүтіміз бен сармаймыз бір-біріне жақсылап бірікті. 10-15 минутта дайын болады, ұзақ уақыт алмайды. Ал енді оны тоңазытқышта 6-7 сағаттай ұстауымыз қажет. Мен түнде жасадым, күн таңертең алып сливкимді енді торт жасайын деп жатырмын. Міне қарап тұрсаңыздар, сливкиміз өте қою болып шықты. Сүтіміз неғұрлым қою майлы болса, соғұрлым сливкиміз жақсы шығады. Міне біздің сливкиміз қоюланып жатыр. Қорқпай жасасаңыздар болады, достар. Шын мәнісінде үйде жасауға болады екен. Мен өзімде бірінші рет жасап көрдім. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Мен сливкиме сосын творожный сырды қосып торт жасауға кірістім.